достар, эфирде Late Night Show. Бүгін бізде қонақта танымал әнші Уланғасыр Қами, қарсы алыңыздар. Уланғасыр, сәлем. Рахмет. Уланғасыр Қами. Қош келдің. Қалайсың? Қош көрдік. Рахмет. 27-ші сәуірден бастап сенде гастрольдік тур басталады, я? Дәл солай. Былтыр біз Қазақстанның қалалары ғана емес, ауыл аймақ аудандарын бәрін аралағымыз. Биыл енді тек қана қалаларын аралаймыз деп отырмыз. Бұйырса. Оңтүстіктен бастап батыс бар, өзіміздің Сарыарқамыз бар. Барша Қазақстанның қалаларын аралап келеміз деген ой бар. Соңғы қорытынды концертті енді былтыр Алматыда бердік. Биыл Астанадан аяқтаймыз деп отырмыз. Астанада аяқтайсыңдар. Бұйырса. Қай қаладан бастайсыңдар? Қай қаладан дейсіз? Тараздан ғой деймін. Неге Тараздан? Білмеймін. Өйткені сен Қарағанды облысындасың, шет ауданы. Мен ойладым, мүмкін сен Қарағандыдан, әлде Жезқазғаннан бастайсың деп ойладым мен. Қарағандыдан енді біз негізі ең бірінші мынау қазіргі танылып жүрген әндердің ешқайсысы жоқ кезде Қарағандыдан бастағанбыз. Қарағандының жаңағы өзімнің ауылымның қасындағы ауылдар, шет ауданының қасындағы барлық ауылдарды аралағанбыз. Енді не болса да... Жаңарқада болдың ба? Жаңарқада болмадық. Как это может быть? ДК-сы ремонт болып жатты. Басқа, по-моему, бүкіл жерде болдық. Өйткені өзімнің халқымның батасын алайын. Сол кезде бір нәтижесі болар деп бастадық. Шынымен де содан кейін барып шықты ғой, жаңа Қызыл Раушаны бар. Сол халықтың батасы деп ойлаймын. Мен бұл метод Қайрат Нұртасы деп атаймын. Өйткені 20 жыл бұрын Қайрат Нұртас пен Гүлзира Айдарбекованың ақшасы болған жоқ. Олар әр қаланы, әр ауылды ауырмайды, жүрек ауырмайды деп, сол әнді, өшім Қайрат Нұртас face to face деп айтқан ғой. Сонда енді анау адамдардың ешқандай вариант болған жоқ. Олар әрине влюбились все в Қайрата Нұртаса, потому что он их покорил тем, что просто объездил все аулы. Енді қазіргі уақытта мүмкіндік басқа ғой, интернет, инстаграм, бірақ сен сол жолмен жүріп жатырсың ғой, бізде естіп жатамыз, Қайрат ағаларымыз да сондай жолмен өткен деп. Енді қазір тикток бәрі бар, ол рас. Бұрынғы заманға қарағанда қазір танылу да, әнді танылу да оңайырақ. Бірақ маған өзі бір кісі айтқан, есімде болмай тұр, кім айтқан. Егерде мысалға ауылда қаншама кісілер бар, қариялар бар, әжелер бар. Сен бір ауылға ғана емес, бір қаншама ауылға барасың. Сол ауылдың ішінде жоқ дегенде бір адамның, андай айтады ғой, бір әулие сияқты. Бақытты бол балам, бағың жансын деген. 100 ауылда бір адам болсын, сондай қалай айтса болады. Батасын, батасы бір қабыл болып кететін сондай бір қариялар бар. Сол жаққа барып, сол үшін де жаңа батасын ал деп. Сол ғой жаңа айтып отқан, сол кісілердің батасы қабыл болып кетіп, осындай әндер шығып жатыр ма деп. Сол Қайрат ағаларымыз да солай болған шығар. Бұл жол, менің ойымша, өте дұрыс жол. Өйткені қазіргі уақытта әншілер ойлайды. Инстаграм бар, тикток бар, мүмкін мен онлайнға шықсам, менің клиптерім ютубта болса, тиктокта, рилста болса, соған құдайға шүкір солай жіберейік деп. И тойға шығады. Сен концерт бересің. Получается, әр қалада концерт болады. Концерт беру, ол әншінің негізгі жұмысы ғой. Енді ол қазір шындығына келсек, той ғой негізі. Әншінің, енді ол Қазақстанда шығар, шоу бизнес, той бизнес деген басқа жақта бар ма білмеймін енді.
осыны көбісі бөліп те жатады. Тойдың әншісі, шоудың әншісі деген сияқты. Ол енді Қазақстанда олай айтуға болмайтын сияқты. Өйткені халық қой шақыратын. Тойға халық шақырады, шақырып тұрса. И концертке тоже халық келеді. Концерттен көрі той көп болады ғой негізі. Иә. Сондықтан да үйтіп айтуға болмайды деп ойлаймын. Концертте саған ешкім былай келмейді да, селфи жасамайды. А тойда селфи жасайды, е? Концертте бәрі отырады былай. Ал тойда келеді да, сені былай ұстайды да, сосын селфи жасайды. Насильно причем. Білмеймін. Кейбір концерттерде де сондай болып кетіп жатады ғой, селфи жасап. Енді ол біздің қалай айтса менталитетке осы дұрыс сияқты деп ойлаймын мен. Бұл нәрсеге қарсы болған адам ол Қазақстаннан көшіп кету керек сияқты. Той бизнес, шоу бизнес деп бөлетін жандар болса. Менің ойым сол. Енді білмеймін енді. Сен бөлмейсің? Мен бөлмеймін. Ал енді давай сенің имиджін туралы сөйлесейік. Сенде осындай имидж, я? Ол 80-ші, 90-ші жыл, я? 80 болса 80, 90 жылғы енді мен өзім мысалы 80-де туғанмын, я? Сен даже 90-да тумағансың, я? Ішінде бармын, 99. 99, да? 99-шы жылы мен, если что, мектеп бітіргем уже. Сен бұл имиджді қалай келдің бұл имиджге? Енді бұл имиджді мен енді шынымен бұндай менің жас кезімде енді осындай киімдер шықты ғой енді. Бұндай көрген жоқпын, бірақ көзіммен көрдім деп айтсам болады. Өйткені мен 2 жасымнан бастап есімді білем. Ол 2002 жыл. 2002 жылдарда енді примерно осындай жатты ғой, киімдер болсын. Және бізде менің тәтем бар, әкемнің әпкесі. Сол кісілерде видеокамера болатын, Дом культурада істеді ол кісі, шет ауданда. Қонақ болса да, той болса да, сол кісілер соны алып келіп түсіріп жүреді. Ол кісілер мен тумай тұрып та түсіріп жүрген. Сонда қаншама видеолар бар кассетада, соны көріп отыратын. Содан да білем, жаңағы ескі киімдер, менің әкемнің өзінің мұрты болатын. Ол кезде бәрі мұртпен жүретін. 4 бұрышты жаңағындай малақай киіп алып. Сен как будто бар ғой, сол 80-ші жылдар не то что туған, прям сол же өмір сүріп, как будто бы, да? Прям білетін адам сияқты. Шынымен өзім сеніп қалам кейде. Осы жаңа киім киіп осындай мұрт салып, шашымды біткен кезде шынымен бір 90-шы жылы жүрген сияқты оқып қалам да. Саған сол ұнайды, сол вайб 90-шы жылдары? Ұнайды. Мен зерттедім, өзім неге мен сөйтіп кетем деп. Сон мен зерттеп келсем, ол анау, сол образға енген кезде түсіп кетеді екен. Өйткені мен өзім жаңағы актерскіге қызығатын бір жағынан. Сол ма деп те ойлаймын. Білмеймін, мен кішкене өзім түсінбедім. Саған бұл образ өте жарасады. Бірақ біз ойладық, мүмкін енді Ұланға Сырқами образын, имиджін кішкене былай өзгертсе, нормальный ирокез жасаса, осындай дерзкий жігіт болса, осындай экспериментке дайынсың ба сен өзің? Ол жай шаш қой енді. Бірден есіме түсіп кетті. Тура осындай шашты жасағым. 8-ші сынып оқып жүргенде өзім қияли бала болатын мен өзім. Жаңа ауылда, енді қалам балалар жасаған шығар, білмеймін, енді ауылда ешкім жасаған жоқ. Бірақ мен осындай шаш жасағым. Тура осылай, яғни қызыл жоқ енді. Қызыл тоже? Жоқ, қызыл жоқ. Сарыс жоқ, қара шаш, бірақ тура осындай. Именно жерден прям бритвамен алып тастадың ба? Былай алып тастадым. Сөйтіп қатырып, сабаққа кіріп бардым. Директордың сабағы болды бірінші партада отырмын. Сөйтіп ол кісі мен Ұлан ғасыр деп журналдан қарады да бүйтіп қарап қалды. Сөйтіп тұрғызып орнымнан орысып, бүкіл мектеп шулап, шашыңды ал деп. Бірақ бір апта сол шашты жумай, сөйтіп барып жүрдім сабаққа. Бір апта? Бір апта. Анау лак, қандай лак болды? Прелесть болды ма? Білмеймін, сол лак мықты болды ма? Мықты, я. Сол лақты нужно тауып. Ұйықтаған сайын, одан сайын бүйтіп тұрып тұрады ғой. Бір аптадан кейін барып жудым. Иә. Сол беті бірақ алған жоқпын, сол беті өсіп кетті.
Жаныбек? Менің ойымша, сен творчество үшін осындай экспериментке дайын адам сияқтысың. Негізі, дайын. Иә? Өйткені ол енді сахна, сцена же требует, да, каких-то изменений. Ал мысалы, творчество үшін тап-тақыр қылып шашынды аласың ба? Кішкене анау салмақ қосып дегендей. Тағырғыпта былтыр алып тастағам. Былтыр? Сонда бір жылдың ішінде осындай прическа? Бір жыл ішінде осылай өсті. Сен шашың жақсы өседі, сен қандай витамин ішесің? Просто мен шашымды өсіріп жүрсем... Ештеңе ішпеймін, просто күнде жуа беремін, содан шығар. Мен тоже күнде жуам. Сенде болжа бір жылдың ішінде осындай длина, да? Иә, бір жыл ішінде. Тап-тақыр болдың, да? Тап-тақыр кәдімгі Британия. Неге сондай имидж жасадың ба өзіне? Имидж жасаған жоқпын, демалсын деп шашымды алып тастағам. Неден демалсын деп? Неден демалсын деп? Басым демалып шашымнан андай жаңа энергиялар алсын, жаңа хиттар шығарсын деп сөйтіп алып тастағам. Қыздар, егер шаштарын өспей қалса, да, не надо пить витамины, просто бреем все на лысо, и бір жылдың ішінде осындай әдемі. Сен, кстати, шашың қазір прям жылтырап, жақсылап тұр екен. Жылтырап тұрғанын білмеймін. Жылтырап тұрған осы жерде жаңағы істеп берген қыздардың несі шығар? Иә. Лактарынан шығар. Негізі шашын түсі бәрі қара. Әлігі бір қара, 25-те. Әрине, ол где-то 30-дан кейін кішкене ағарып бастайды. Ағару мүмкін, бірақ жаңа тұқымда бар бізде. Шаш ағарып кету. Әкемнің шашы вообще 20 жасынан бастап әппақ болған. Сосын бояп сөйтіп жүрген. В общем, сен экспериментке дайынсың, иә? Жоқ, дайын болғанда енді жаңағы сырға тағу, шаш бояу деген істемеймін. Бірақ мен ойладым, мысалы сен 2-3 жыл мысалы да шашты кеспесен, онда саған осындай прическа тоже жарасады деп ойлайын. Дреды. Сырға тағып қойыпты. Сырға 2-3 жыл шашынды алып тастамасаң, онда дреды жасап, осындай жаңа образ, жаңа Ұлан ғасыр қами. Қалай ойлайсың? Күшті екен. Күшті екен. Бұл идеяға енді сен бізге рахмет деп айт. Өйткені, кстати, 1,5 жылдан кейін сенде Назерке екеуінің контракттарын бітеді екен. 1,5 жыл қалды, е. Контракт сонда 5 жылда болды, е? 5 жыл болды, е. 5 жыл. 5 жылдың ішінде, Назерке, жақсы нәтижеге келдіңдер. 1,5 жылдан кейін не істейсіңдер? Мысалы, сіз, Назерке, не істейсіз? 5 жыл контракт жасадық. Бірінші жылы бізде ешқандай нәтиже болмай, құр ән шығарып, клип шығарып қана жұмыс жасадық. 1 жылдан кейін 10 ән болып Қызыраушан шықты, содан бастап хитмен болды. Мен шоу-бизнесқа бұрын келмеген адаммын. Ұлан ғасырмен бірге келдім, шоу-бизнеста жүрдім. Енді контракт біткенде, мен шоу-бизнеста қалмаймын, жоспарым сондай. Ары қарай өзім традиционный өмірге қайтып оралам, бірақ енді традиционный жұмысқа оралмайтын шығармын. Сонда сіз, получается, Ұлан ғасырды просто тастап кетесіз, да? Жоқ, негізі Ұлан ғасырға айтатынмын, если сен қаласаң, біз ары қарай да созуымызға болады деп. Оның барлығы уақыттың еншісінде, және де бірінші кезекте Ұлан ғасырдың шешіміне байланысты. Ары қарай жұмыс жасаса, мен де дайынмын жасауға, жасамаса, мен де дайынмын жасамауға. Ал енді сұрақ Ұлан ғасырға. Сен дайынсың ба жұмыс істеуге? Шаршаған жоқсың ба? Бағдарламада айтып отқаныңыз екен. Жұмыс істеуге дайынсың ба болғанда, жаңа Назерке ханым айтып отыр ғой, жаңа шоу-бизнестен негізі кетіп қалам деп, егерде контракт аяқталса. Негізі ондай ой менде де бар. Шоу-бизнестен кету? Иә. Екеуміз де әңгімелесеміз, мен кетсем, Ұлан ғасырда бірге. Назерке, получается, сіз үшін қазір Ұлан ғасыр тоже кетіп қалады? Сіз кетсеңіз кете беріңіз енді, хотя бы Ұлан ғасырды оставьте. Это что такое? Жоқ, ол оның өзінің шешімі ғой. Мен бірге кет деп айтып жатқан жоқпын. Жоқ, ол жаңа Назеркеге қатысы жоқ негізі.
әу баста сондай ой болған. Енді бірақ мен ойлаймын, ол кетіп қалу ол оңай емес. Мен қазір айтып отырмын ғой, кетемін деп, бірақ ол оңай емес екенін деп білем. Мысалға, шоу-бизнесіне кетіп қалсаң, 1 жыл, тіпті жарты жылдан кейін халықтың қошеметін, жаңағы халықтың алдында өнер көрсетуді әрине аңсайсың. Біз өзі жаңа 1 ай бір демалып келген кездің өзінде сағынып кетеміз халықты, халықтың қошеметін бәрін. Сондықтан точно емес енді ол. Қалай сонда, Ұланғасыр? Сен хит өлеңдерді айтып, Балхия, Ямахау, да? Давай, Вадик, какие у нас там еще песни? Қызыл Раушан. Енді осындай хиттермен қалай кету керек? Қалай кетесің? Жоқ, енді менің өзі әр адамның өзі бір ойы болады ғой. Ешкімге тиіп кетпейді деп ойлаймын ол. Өйткені әр адамның өзі ойы болады. Мысалға, қартайған шаққа дейін де жүруге болады. Бірақ мен бір мысалға 30 жас дейік, Алла қаласа. Сол 30 жасқа дейін мысалға өнерді алып жүріп, бір өзің бір енді армандайсың ғой, осындай бір жетістікке жетем деген сияқты. Сондайға жетіп жатсам, сол жерден тоқтатқан дұрыс па деп те ойлаймын. Жақсы кезінде, одан әрі қарай кім біледі? Пендеміз ғой бәрімізде. Мен жақында мысалы Роза Қуанышқызымен сұхбат жаздым. Ол кісі 50 жыл сахнада жүр. Ал сен тек қана 5 жыл жүріп, мен кетемін деп жатсың ғой? Жоқ, ол 5 жыл болғанда 5 жыл, бұйырса 30-ға толса 10 жыл болады. Хотя 5 жыл дейміз, я? Біз енді Ұланғасырды 5 жыл деп білеміз, бірақ сен өзің творчестволық жолыңды 10 жасынан бастадың. Сен ағаң Дидар Қами, танымал әнші, жыршы, айтыскер. Ол ғой сені творчествоға шақырған, әкелген ғой. Иә, негізі ең алғаш сахнаға шығуыма себепкер болған сол кісі, Дидар ағам. Ол кісі өзі негізі жаңағы Қами атамнан жыр тыңдап, жыр жаттап, терме жаттап өскен ғой. Содан кейін өзі айтысқа қызығып, сөйтіп айтыскер болып кеткен. Кейін енді бізде сол енді атамнан мен кішкентай болдым. Мен 5 жаста болғанда қайтыс болды. Сол кезде ағам енді терме айтады, жыр айтады, үйде отырса болды. Қолы босаса болды. Сен кішкентайсың, жүресің алдында. Сол тыңдап өстік. Кейін өзі айтты, айтысқа қатысасың деді. Бірақ қатысасың деп айтты. Сол Айдар деген ағам бар. Оған да айтты, екеуің қатысасыңдар деп. Екеуміз дайындалдық. Енді ол кезде сөзін жазып берді. Бір күн қалғанда Айдар ағам қатыспаймын деді. Ол ағам өзі сондай жаңағындай. Бір күн қалғанда отказ бере салады. Маған бәрібір, мен қатысамын дедім. Сен ондасың, е? 10 жасында. Ондамын, е. Қатысамын дедім де, барып 2-ші орын алып келдім. 2-ші орын? Достар. 10 жасында. Домбыра тарта алмаймын. Домбыра тарта алмаймын ол кезде. Бірақ содан кейін домбыраға қызығып, домбыраны үйреніп алдым. 1 ай ішінде үйреніп алдым. Содан кейін жыр жаттай бастадым. Жырға қатысасың деді. Болды, қатысамын дедім. Термеге қатысасың, термеге қатысам. Сөйтіп қатысып жаттап алдым. Бірақ менің негізгі арманым актер болудың. Актер болудың. Бірақ сахнаға шыққан ұнақ қалды. Сөйтіп қазір ойлана келсем, актер, жаңағы айтыскер болсын, әнші болсын, халықтың баласы болу екен ғой сонда арман. Сол екен. Сен бұл арманға келіп, бұл арманды бұлай ұстап, халықтың алдына жүріп, енді кетемін деген енді ят қой көпшеті. Қалай ойлайсыңдар? Жоқ, енді кетем дегенде ол кетіп қалған күннің өзінде бос қайттым нәрсе. Менің білуімше, сендер қазір бір аптада 7 күн, 7 концерт, 7 той. То есть күнде жұмыс істейсіңдер. Иә. Қазір негізі сол бос уақыт жоқ деп айтуға болады. Аллаға шүкір, біріншіден. Қайда ұйықтайсыңдар? Самолетте? Самолетте, гостиницада мен 1-2 сағат сол ұйықтап шығып кетесің деген сияқты. Киноны сол самолетте көреміз енді. Киноны точно самолетте. Қызық қой ол өмір? Қызық негізі.
бірақ адам анандай екен ғой, не нәрсе болсын кейде шаршайды екен, тіпті жалығады десем де болады, бірақ ойланып қаласың. Пендеміз ғой бәріміз. Бір ойланып аласың, тоқташ, мен неге шаршап жатырмын? Мен бітіріп жүрген нәрсем ештеңе емес қой негізі. Мен стройкада істеп жүрген жоқпын. Қиын бір жұмыс, ауыр көтеріп жүрген жоқпын. Бар болғаны ұйқымнан тұруым керек. Машинаға, самолетқа отыруым керек. Шық дегенде шығып әнімді айтамын да кетемін. Бірақ көңіл күй жақсы болу керек, жоқ, көңіл күй жақсы болсын, болмасын, халықтың алдында даже жаман көңіл күймен шыға бересің, сахнаға? Жаман көңіл күймен шығып, бірақ жақсы көңіл күй сыйлау керек қой. Жаңағы өзіңде болып отқан проблемалар ол халыққа қызық емес қой. Халық сенен жаңағы жақсы нәрсе күтеді, соны беру керек. Сол нәрсенің бәрін бір ойлап, шүкір деп, бір өзімді тәрбиелеп алам. Молодец. Проблема деп тұрсын. Сенде қандай проблема вообще бар? Проблема дейсіз бе? Анау ақшаны қалай жұмсау керек, может быть. Енді 7 күнде ақша көп аласыңдар да, Назерке екеуің, сосын санайсыңдар. Бұл ақшаны қайда енді? Сосын сен үй салып жатырсың, менің білуімше, Алматыда. Назерке екеуің бір жерді сатып алып, сосын бөліп, 50-50, или Назеркеде көп пе? Или сенде көп па? Көп болып кетті. Олан ғасырда? Мен оған жарты жерімді бердім. Өйткені менде кіретін есік Назерке жақтан болу керек болып қалды. Көше сол жақтан болып қалды. Содан мен сатып алдым. Тегін берген жоқ негізі. Сол үйді уже бірінші қабатты салдың ба? 2 қабатында салып қойдық. Уже 2 қабат. Ол қанша қабат болады? 2 этаж. 2 этаж. Хай-тек стильдағы 2 этажды. Хай-тек стиль. Вау, мен обязательно келем. Новосельеға. Сол үйде кім тұрады? Менің үйімде ме? Менің үйімде қазір анам ауылда ғой. Қазір Айдар ағамның қолында тұрып жатыр. Мен анам айттым, үйді бітірем, сразу көшіріп алам деп. Анам негізі келгісі келмейді Алматыға. Өзі Қарағандыда сол ауылдан шыққысы келмейді. Енді жақында жер сілкінісі болды ғой, одан тіпті келгісі келмейді. Сен жақсылап салмайсың ба, анау, чтобы сейсмоустойчивый үй болсын? Жер сілкінісіне төтеп беретіннің бәрін құйдық енді. Енді ол бір алладан ғой, не болса да. Сол енді анам содан кейін қорқып, бір күнде жер сілкінісі болып жатқандай звондап, күнде қоймайды, амансыңдар ма деп. Мен айттым, бәрібір көшіріп алам деп. Енді жаңағы сіз айтып отырсыз ғой, жаңағы проблема не деп. Енді ол дәл жаңағында кез келген адамда болады екен ғой проблема деген. Мен бұрын ойлайтын, әнші болмай тұрып, әншілерді білеміз ғой, жаңа Қайрат ағаларымыз бар, Төреғали ағаларымыз. Осы кісілер жаңағы енді халықтың аузында жүретін әңгіме ғой. Жаңағы күніне миллион табады. Какой миллион? 10 000 доллар. 5 миллион. Сонда мен тіпті бір аптада 1 миллион тапса да, сол кісілер не істейді екен сол ақшаны деп ойланатын. Қалай жұмыс еткен? Кайф қой ол өмір деп ше. Мүлде олай емес екен ғой. Ақшаны кететін жер, қанша ақша тапсаң да кететін жер дайын тұрады екен ғой. Сразу Каспий голка түседі, и сразу Каспий голктан кетеді, да? Қайда кетеді? Жаңа ән, жаңа киім, жаңа түсірілім. Ол түсірілім, ән жағын бәрі Назеркеде. Назеркеден кетеді оның бәрі. Менің өзіме жеке түсіп жатқан ақшаның өзі, сол үй болсын, солай кетіп жатыр. Бірақ енді ең дұрыс сол үй салу керек деп кішкене басымыз істеп кетті негізі. Әйтпесе. Молодец! 25-тегі жігіт Алматыда өзіне әдемі хай-тек стилінде үй салып жатыр. Ал сенде акция бар ма? Акция? Акция. Қайда? Мысалы, Google-дың акциялары, Apple-дың акциялары. Мен саған Freedom Broker-дың номерін берем. Сол жерде, енді үйткені сенде ақша көп қой. Free дейсіз бе? Freedom Broker. Сол хотя бы 30%-ын Freedom Broker-ге жіберсен, сен ақшан өседі. Көбейеді. Дәл қазір бізде
жарнама. Freedom Broker'ге жуырда танымал әнші Уланғасыр Қами келеді. Ал дәл қазір реклама. Помните, когда вышли фильмы «Я робот», «Терминатор», «Матрица», мы называли это кино фантастикой, а искусственный интеллект нам казался чем-то нереальным. Сегодня искусственный интеллект – часть нашей жизни. Мы используем его в офисе, дома. Я думаю, что многие из вас успешно пользуются чатом GPT-4. Но 2023 год стал по-настоящему прорывным для искусственного интеллекта. На 385% выросла компания NVIDIA, на 254% Meta, плюс 169% у AMD, 96% у Amazon, 81% у Microsoft и плюс 66% у Google. Акции этих компаний вы можете купить на фондовом рынке через Freedom Broker. На платформе Freedom также доступны акции тысяч компаний с фондовых рынков Америки, Европы, Азии и Казахстана. Но если вы не знаете, что купить, посмотрите раздел подборки. Каждый день эксперты Freedom делятся своими идеями. Но помните, это не инвестиционная рекомендация, потому что акции связаны с риском, и каждый инвестор покупает акции под свою личную ответственность. Эфирде Late Night Show. Бүгін бізде қонақта танымал әнші Уланғасыр Қами. Уланғасыр, жеке өмір туралы сөйлесейік. Жеке өмір? Жеке өмір. Сенің жүрегің бос па, бос емес па? Жүрегім бос. Бос. Неге бос? Неге бос дейсіз ба? Иә. Мәссі. Енді қалай айтса болады? Солай прям рас айта бер. Сүйген таппадың деген сөз ғой. Иә. Или болды ма? Болғанда қатырып болған жоқ ондай. Қатырып, ол сонда это 1-2 жыл, да? Иә, ол. Сен ойынша. Жоқ, 3 жыл, даже 1 жылда мен қызбен жүріп көрген жоқпын. Неге? Неге болғанда қалай айтса болады? Торымыз болды деп ойледім. Ойнап айтам. Енді мысалы менің ойымша, әр әртіске, тем более сен әнді өзің жазасың, иә? Шабыт керек. Ал шабытты қайдан аласың? Оған махаббат керек. Махаббат болмаса, онда шабыт қайдан келеді? Жоқ, енді ұл болғансын, жігіт болғансын, қызды жақсы көрдік қой. Қаншама талай қыз жақсы көрем. Кішкентай кезімнен. Мен кішкентай кезімде өзімнен үлкен қыздарды жақсы көретін. Иә. Өсе келе әйтеуір өзіммен жасты қыздар, қазір өзіммен кіші қыздар жақсы көрсін. Уже келдің де, сол уақытта. Иә, бірақ бұрынғыдай емес. Бұрын бір қызды көрсем, андай ғашық болып, кәдімгідей сонымен ауырып, бір ән тыңдап, сол кезде тыңдаған әнім сол қызға арналып кетіп, жаңағындай сөйтіп жүретін. Ал қазір білмеймін неге олай екен. Қазір мен олай жақсы көре алмаймын. Не болды? Өте қиын олай жақсы көру. Білмеймін. Мен просто ойлап тұрмын да, 30-ға келген жоқпын. 30-да, 40-та сонда қалай болады? Білмеймін. Мен еститін 30-дан ары қарай үйленбесең солай болады деп, бірақ 25-ке де толған жоқпын әлі. Жоқ, ол кездестірмей жүрген шығармын. Өзім жаңағы бақытымды. Мүмкін үй біткеннен кейін кездестіремін. Ал шоу-бизнесті алсақ, шоу-бизнесте қыздар көп, иә? Біз енді бұлай елестетіп көрдік. Мысалы, сен Айри екеуін, да? Отбасы құрып, осындай әдемі жұп, әдемі отбасы болып. Баламыз корейские ұқсап кеткен ме? Енді біз анау искусственный интеллектті қосып, искусственный интеллект енді осындай бізге отбасы берді. Қалай ойлайсың? Екеуінен қандай бала туады деген сияқты? Иә. Айриді білесің ғой сен? Білем ғой. Айри енді өзіне жігіт іздеп жүр. Сен білесің ба? Білмейсің ба? Бізде шоуда біз тоже елестетіп көрдік. Енді біз ойладық. Енді мүмкін. Сен айттың өзің жаңа, маған үлкенірек қыздар ұнайды деп. Бала кезде ол. Енді ол прям қатты үлкен емес қой, где-то 5 жыл мүмкін. Қалай ойлайсың? Кинодағыдай болып тұр. Мен негізі шоу-бизнестен алмайтын сияқтымын. Андай шоу-бизнеске бір өнерге қатысы жоқ. Сондай қыз іздейтін сияқтымын. Орыстар айтады ғой, никогда не говори никогда деп.
бір жылдан кейін біз анау жаңалықтардан алла біледі ғой оқып жүрмейік. Ұлан ғасыр қами айримен. Ал блогерлер ше, блогерлер. Дамеля Суит деген блогер бар. Біз ойладық, мүмкін осындай гламурный жұп, гламурный отбасы. Баламыз орыс болып кеткен ме бұл жоқ? Енді ол блогер ғой. Дамеляны білесің ғой сен? Дамеля... Оқисың ба Дамеляны? Мен блогерлар негізі көп оқиға, мен қызықпаймын. Неге қызықпайсың? Көрген шығармын енді тик-токта өтіп атады ғой жаман. Қызықпайды екен мен блогерлер несіне. Дамеля өте сондай танымал, популярный. И менің ойымша... Біледі де жарым? Ол точно сені білет. Сен әндеріңді точно білет. Мысалы, егер сен жай қызға, например, үйленсен, ол инфоповод емес. Ал мысалы блогер, әлде әнші болса, онда сосын такой мықты той жасау, да, например, ол шулатып ба? Шулап, Мына екеуі үйленіпті. Иә. Мына екеуі үйленіп. Ойлаған жоқсың ба? Жоқ, ойлағанда, қалай айтсам болады. Мен өзі андай адам, принцип бар дейм ба, өзі адам қайды. Принцип. Орысшаға да жоқпын өзі. Өзі адам бір несі болады ғой, стержен дейм ба, бір ұстанымы болады өзінде бір. Мынандай нәрселер істеуге болады, мыналар болмайды. Мыналарды осылай істеймін деген сияқты. Сол нәрсеге кірет бұл да. Мен егер бір осындай блогер қызды жақсы көріп қалсам да, мен әншіні сүйіп қалсам да, бірақ ол махаббатты жоюға тырысып, өнерге қатысы жоқ. Қандай қатал адамсың. О май гад. 24-тегі, если что, жігіт. В общем, бізде еще осындай сұрақ бар. Вот мысалы, тұрмыста болған қызбен отбасын құраласың ба? Негізі жоқ. Просто біз ойладық та, елестетіп, бидашпен мысалы. Немене балаларымыздың бәрі метиске алып кетеді ме? Ол біз емес, ол искусственный интеллект. В общем, шоу-бизнестегі балалар осындай болады да. Тұрмыста болған қыз шанс бар ма, жоқ па? Негізі жаңа, ол да сол принцип қой дұрыс қой? Иә, принцип. Соған кіреді менде де. Неге? Тұрмыста болмаған қыздарға жақсы ғой енді. Егерде тұрмыста болмаған қыздар әлемде қалмай қалса ғана болады. Онда болады шығар. Ой, никогда не говори никогда деген сөз бар ғой, да? Жақсы, саған қандай қыздар ұнайды? Маған ба қандай қыздар ұнайды? Иманды, тәрбиелі, әдемі. Мінездері қандай болу керек? Мінезі қандай болу? Қандай? Ұрысқақ емес. Қалай айтса болады? Қиын екен, үйленіп көрмегеннен кейін қиын екен. В общем, саған ұрысқақ... Миды ашытпайтын ғой, в общем. Сен оны қайдан білесің, ондай қыздар бар екен? Ұрысқақ, миын такие ашытып, ондай қыздарды вообще бар екен өмірде. Да? Сенде, получается, опыт тәжірибе болған ғой? Жоқ, ол қиын ғой негізі. Басында енді үйленбей тұрып, бәрі әдемі, бәрі ұрысқақ емес болады ғой енді. Оны білем мен. Оны сен қайдан білесің, оны саған кім айтты? Жоқ, енді оны енді үйленгеннен кейін өзіңе де байланысты сияқты, ондай болмауы. Сол үшін де екі жақта жаңағындай дұрыс адам болу керек қой енді. Сен қазір оразадасың. Мен тоже ораза ұстап жүрмін. Дәл қазір бүгін енді макси шайды іше алмаймыз. Анау күні енді әртүрлі тамақтар жедік. Бірақ біз саған макси шайды ауызашарға салып береміз. Ал дәл қазір жарнама. Тимур, ты знаешь, на ауызашар мне так хочется вкусного чая. Не проблема. Сейчас чайник поставим.
Тимур, ты не понимаешь, я хочу фруктового чая. У меня заварка есть, кстати, фруктовая. Ой, Тимур, у тебя с фантазией все очень плохо. Я хочу освежающего, тонизирующего, холодного фруктового чая. Динара, а правда, что если накормить постящегося, то у меня в жизни все хорошо будет? Да, Тимур, ты только узнал об этом. Если ты накормишь меня, сауап аласың, получишь бонус от Всевышнего. Динара, у меня макси-чай есть. Динара, вот тебе лайм и мята, грейпфрут и лимон. У меня сегодня будет вкусный аузышар. Аллилуйя! Какая еще аллилуйя? Эфирде Late Night Show. Бүгін бізде қонақта Ұланғасыр Хамиев. Ұланғасыр, көзіңді аш. Көзіңді аш. Қалай ойлайсың, бұл қорапта не бар? Сенде 3 мүмкіндік бар. Тірі ма? Тірі. Тірі? Тірі. Сен оны қазір ұстайсың. Еще көтересің. Көтерем? Көтересің. Тұрайын ба? Бірақ ішін қарамайсың. Тірі Қалай дейсіз, ойлайсың? Тірі, иә. Тірі, сен оны көтересің. Сөйлей ма? Сөйлей алады мүмкін, мен білмеймін. Мысық па? Мысық емес. Первая попытка прошла. Екінші. Адам емес дедіңіз ғой? Білмеймін. Мен білмеймін. Робот? Робот? Жоқ, робот емес. Үшінші попытка. Адам емес, бірақ... Адам мүмкін адам, білмеймін. Бала ма? Қазір Тосын-си, сенің балан! Сіз мамасы шығады. Бала болса, қандай бала? Кімдің баласы? Бір бала есіме түсіп тұр, что-то. Қандай бала? Мен балам емес, бірақ. Маған ұқсайтын бір бала жүретін бір. Иә, аты? Сары шашты. Аты? Арсен. Арсен! Айттан келген ба? Дарынды, кішкентай, әнші Арсен. Арсен, саған үлкен рахмет. Сен тосын-си жасадың бүгін бізге, иә, Арсен? Арсен, сен шығасың ба? Или отыра бересің ба? Подожди, давай, Ұланғасыр көмектес. Көтересің деп аттыңыз бе? Алып тастайық. Арсен өзі жалғыз келген жоқ, анасы екеуі келді. Арсен жалғыз келген жоқ. Арсен мамасы мен Ақмарал екеуі келді. Ақмарал ханым, Арсен өзі таңдады ма бұл әнді, Балқияны? Иә, өзі таңдады. Негізі мен өзін шығарғым келген. Жалғыз өзі шығып ән айтсын деп. Бірақ бұл хотела менімен шығып айтуға, дуэт біз. Дуэт екеуіне айтасыңдар, иә? Ұланғасырды қайдан таниды? Тиктоктан. Тиктоктан. Ұланғасыр, сен вообще тиктоктан шықпайсың, да, получается? Тиктокқа... Сен кіресің и шықпайсың. Мен ба? Иә. Кіріп шығам негізі. Кіріп шығып тұрам ғой? Енді, Арсен, сен нешедесің? 8-де. 8-де, иә? Осындай 8-дегі балалар тиктокта отырады, Ұланғасырды көреді, сосын сенің әндеріңді айтады. Еще ладно, әндерін прямо анау манераларын бәрін жасайды ғой, да? Сен көрдің ғой Арсенді? Көрдім, иә. Мен бұл баланы тиктоктан көрдім. Тойда бәрін шулап жүрген. Бұл баламен мен кездестім ғой. Сосын айттым ба, сен гонорарларды кішкене маған бөліп, аты өзі мен мына жер Таразда айтып жүрмін, сен Көкшетауда. Жалпы анау, мынандай нәрсе бар бізде. Мысалы, әніңді тойда айтып жүреді ғой жаңа. Негрлер шығып кетті ғой. Оларға негізі рұқсат жоқ бізде. Бірақ мына балаға рұқсат бар. Бұл бала жаңа өссін, өркендесін. Көрініп тұр, талантты екені бәрі. Бұйырса
алдында анасына да айтқам, продюсер болу керек қой сізге деп бұл балаға. TikTok'та енді қаншама бала отырады, бірақ соның ішінде босқа отыра бермей, осындай жаңағы мысалға мені деп қалай айтса болады. Пародия жасап, жаңағындай құр пайдаланбай, жақсы нәрсеге пайдаланып жатқанына қуандым. Босқа шұқылап енді неше түрлі көріп отыра береді ғой балалар көбісі. А бұл бала жаңағындай тойға шығасыз, да? Тойға шығып, тойдан ақша табады екен. Қанша ақша табасыңдар? Арсенге, например, заказ келеді. Қанша? Арсен біле ме өзі? Қанша, сколько он зарабатывает? А то Арсен такой сейчас, правда? Я стою 1 000 000 тенге? Ну, бір шығуымыз 200 000 тенге. 200 000 тенге. Так, Диана, доча, ертеңнен бастап, біз тоже ән айтамыз. Где-то, получается, бір аптада можно 1 000 000 тенге жинауға, да? Сен вот 8 жасында 200 000 тенге таптың ба, мысалы? Жоқ. 200 000 теңгеді вообще қашан сен көрдің? Қай жасында? 200 000 теңгені ма? Иә. Так, 200 000 теңгені бір айтыстан алдым ба? Алдым ғой деймін. Оның өзі бірақ 17 жаста ма? 18 жаста. 18 жаста, представляешь? В общем, Арсен уже 8 жасында 200 000 теңгеді бір тойда табады. Арсен, әнді айтып бересің ғой? Давай, шық, сахна сенікі. Шақ. Браво! Ақмарал, сізге үлкен рахмет. Арсен, үлкен рахмет. Менің ойымша, Арсен, сен уже вот просто қазір ұланғасыр бір жарым жылдан кейін кетеді сахнадан. Сен спокойно, смело шыға бер, хорошо? Жол ашық. Молодец. Ұланғасыр, мен түсіндім. Сенің фишкан, ол вот так вот делать, да, получается? Иықпен былай, короче, жасайсың, и вот получается сразу это стиль. Содан би шығады ғой. Сол биді саған кім жасады? Өзім.
Енді ол жаңағы бағана айтып өттік қой, 90-шы жылды зерттеп былай енді қарадым тағы бір. Ол кезде қалай биледі екен деп. Сонда ютубта бәрінде жаңағы 90-шы жылғы той десе шығады ғой. Ол кезде қазіргідей емес екен билер. Ол кездің билері бидің түрі жоқ екен да андай. Мынандай билер бар. Былай мынандай билер бар. Мынандай бар. Ұялмай билей берді екен. И главный бір иық жүреді екен да ішінде. Иық қозғалады екен. Соны иығын алып алып, содан шықты әйтеуір бәрі. Сен, получается, анау ютубты зерттеп, 90-шы жылдарды именно кім қалай биледі, соны көрдің. И сол жерден алдың, да, получается? Сол жерден алдым негізі. Балқияны сен қалай жаздың? Балқияны? Балқия негізі әні Әлжан Нұрлыбек деген ағамыздікі. Сөзі Мирас Асан. Балқия деп Назерке ханым тапты тақырыбын. Осылай Балқия деп жазайық. Өйткені біз осы жолы бір қыздың атын жазайық деп екеуміз ақылдастық. Сол кезде Назерке ойланып отырып, давай Балқия дейік. Жаңа бір жағынан ерекше, ұмытылып кеткен ат деп. Содан сөйтіп Мирасқа бердік. Ол кісі есімің Балғадише емес Балқия деп жазды. Бұл қызық болды негізі бұның әні. Жаңа Әлжан Нұрлыбек деген кісі ән жазған ғой. Біз әнді ұнатамыз, Балқия деп қой деп айтады. Есімің Балғадише емес Балқия деген бірінші сөз жазылып қояды, бірақ кейін шығарамыз дейміз. Әнді алып қойдық деп жүрік. Бір 2-3 айдан кейін, 2-3 айдан кейін Әлжан ағаға жазам. Ана ән жіберіңізші, жасатамыз біз аранжировкасын десек, қай ән дейді? Мына ән деп айтсам, сөйтсек, ол әнді біз алмаппыз. Ана сат жүріпті. О май гад. Ақшасын бердім деп, жаңа енді. Ақшасын бердіңдер? Жоқ, бермеген ғой. Бермегенсіңдер. Каспий Голдке жібермегенсің, получается. Бұл кісінің енді есі шығып жүреді ғой, назірге жаңағы. Бәрі звондайды, сонымен бердім деп ойлап, бермей кетіпті. Сосын? Сөйтіп, өй, жындыма, ол уже біз армандақ қойды ол әнді. Осындай болады деп сөзі. Кімге сатып жүрген? Төреғали Төреғали? Жоқ. Қайратқа? Бір әншіге, жоқ. Беркутке? Басқа бір әншіге. Қандай? Енді шығайын деп жүрген әнші ғой деймін. Енді айтам, сұрап беріңіз, алып беріңіз, қалай да, жынды ма? Жынды ма? Бермей. Анау басқа әнші ақшасын төлеп, жақсылап, анау әнді жазып жынды ма? Жоқ, жаңа Әлжан аға айтып отырмын да, біз аламыз деп қойдық қой, неге беріп жіберіңіз деп. Енді просто Каспий Голдке ақша түскен жоқ қой. Әрине сатып жібереді. Жоқ, сол нәрсеге мен кішкене нетем кейде ше, жаңағындай. Мәселе сонда алам деп қойдым ғой мен деп ше, андай бір. Ақша болса болды, қарамайсыздар ма кішкене деп ше, андай. Сосын айттым, онда бүйтейік дедім. Жаңаған басқа ән жазайық. Сол әннен алып тастап, басқа бір ән жазайық деп, осы ән шықты Балқия. Сол негізі андай болады ғой, қалай еді? Орысша қалай еді? Нет, бірдеңе. Все, что не делается, все к лучшему. Все, что не делается. Все к лучшему. Все к лучшему. Сен давай мені қазақша үйрет, мен сені орысша үйретейін. Бір-бірімізге давай сабақ берейік. Ол ән вообще, получается, бірінші ән вообще басқаша болған, да? Басқаша. Ол әнде қайғы бартын. Мұнда қайғы жоқ қой, мына Балқияда. Да. Бұл әнді, Назерке, Балқияны, именно бұл атты сіздер Келінжаннан алдыңдар ғой? Негізі Келінжаннан алдық. Ұлан ғасыр маған үнемі айтып жүретін, қыздың аты бар, ән шығарам деп. Динараны алмайсыңдар ма кішкене былай? Ойымда болсын. Сосын мен айттым, керек емес, бет алды. Сен сондай сұлусың, сенің ән жерің мынандай, мына жерің көркем екен деген қыздарға ән керек емес. Ондай ән көп қазір. Бір оригинальный ән шығарайық. Но в то же время ол ән той саласында болсын деп, той саласына арналған болсын деп ойлап жүріп, мен негізі Келінжан сериалын қайталап та көріп жүре беремін. Соны көріп жүрген Балқия персонажы ұнайды, жаңа Нұргүл Мұңғатова актриса сомдаған. Содан Ұлан ғасыр айттым, давай Балқия дейтін ән жазайық. Балқияның характерына келеді, сәйкес, жеңіл, тойға арналған ән болсын сенің репертуарыңда бұл деп. В общем, Балқия шабыт берді, получается, да? Келінжан сериалындағы Балқияның персонажына арналып, содан алынған ән ғой негізі. Идеясы керемет. Бірақ Ямахау, Қызыл Раушан, Балқия
Менің ойымша, как будто бы бір стильде жазылған ән сияқты. Бір стиль емес негізі. Жаңағы Қызыл Раушан мен Ямахо бір стиль. Иә. Жаңағы көбісі шатыстырады. Мысал ғана Қызыл Раушандарды тойдың әні деп айтады ғой. Иә. Негізі тойдың әні емес. Қызыл Раушан тойдың әні емес. Ол тойдың әні болып кетті, өйткені халық оны жақсы көріп тұр. Халық тойда билегісі келеді, ол сол үшін тойдың әні болып кетті. Негізі ода қайғы бар. Ол Қызыл Раушанда. Ән, мысалға мелодия, анау пианиномен бүйтіп тартсаңыз да, онымен даже бір әңгіме білем. Қызыл Раушан шығып жатқан кезде бір жігіттің басында андай оқиға болған екен. Раушан деген қызға ғашық болған, ой, масқара махаббат болып, сөйтіп ана Раушан күйеуге шығып кеткен екен. Сол кезде Қызыл Раушан шығып, соны жылап тыңдап жүргенде адамдар болған. Бұл да поэзия жатыр, қаншама нәрсе жатыр. Ал Балқия, ол тойдың әні. Балқия действительно тойдың әні. Ал сенде осындай романтикалық, жылайтын, анау Қайрат Нұртас сияқты әндер бола ма? Жылайтын дейсіз ба? Прям вот жақсылап жылайтын. Депрессияға кіріп кішкене, анау машинеде жақсылап, жылап, сосын анау депрессиядан шығып кететін. Жылайтын ән бәріне ұнайды ғой. Шығарым келеді. Шығады ондай бұйырса болашақта. Қазір емес шығар бірақ. Өйткені сенде махаббат жоқ. Иә. В общем, біреу келу керек, саған сенің жүрегіңді жарып, кетіп, сонда сенде, наверное, осындай ән шығады. Иә. Өзі айтады ғой, 20 жасқа дейін жаңағындай, осындай көңілді әндер, 25-ке дейін махаббат болса, 30-ға дейін кішкене ақыл тоқтатып, патриоттық әндер шығара бастайсың. 40-қа келгенде ана туралы шығарасың деген сияқты. Ал 50 жасында? 50 жасында өмір туралы шығар. Сенің айфоның бар ма ғой? Ойбай, жоқ. Қалай жоқ? Сенде қандай телефон? Айфон? Айфон. 14-ші, 15-ші? 15. 15, иә. Наушник бар ғой? Иә. Наушник бар. Анау Apple Vision очкилары бар ба? Очки? Иә. Жоқ. Жаңа шықты ғой, виртуальная реальность. Жоқ. Көрген жоқсың ба сен оны? Мен қазір саған күшті дүкенді беремін. Сен сол дүкенге... Тегін алам ба? Почему тегін? Бартыр? Сен сол дүкенге бар. Ол дүкеннің аты On Charge. Сол жерде 16-шы iPhone уже күзде болады. 16? Иә, 16. Әрине шығады. Apple Vision очкилері бар. Әртүрлі техника бар. Ал дәл қазір реклама. Друзья мои, всем привет! Меня зовут Динара Саджан. И сегодня... Динара. У меня память заполнилась, аккумулятор сел. Ой, покажи. О, Тимур, ты что, до сих пор 6-м айфоном пользуешься? Зато оригинал. Тимур, ты же контент-мейкер, тебе нужен 15-й айфон. Так знаешь, какие они дорогие сейчас? Я знаю адреса, пароли, явки, где 15-й iPhone можно купить по хорошей цене. Магазин On Charge. Купи там себе 15-й iPhone, петличку DJI, стабилизатор. Тебе еще чехол подарят и стекло наклеят. Бесплатно? А этот антиквариат сдай в музей. Нормальный телефон. Зарядка есть у кого-нибудь? iPhone 15, стабилизатор, петлички DJI, чехол стекло и гарантия на год. А вы 6-е айфоны по трейдину принимаете? 6-й? Им кто-то еще пользуется? Ну да. Тимур, забирай. Спасибо. Караокеге жиі барасың ба? Жоқ. Неге? Уақыт жоқ, получается, да? Жиі барғанда. Туған күн бірдеңе барып қаламыз, оның өзінде қатты жақтырта бермеймін, өйткені и так тойда жүрміз. Иә. Ауырып кеткен уже бар ғой. Ұйықтауға асығамыз. Сен, получается, жұмыс істейсің, тойға, әлде концертке шығасың. Вообще, бос уақытың болғанда не істейсің? Бос уақыт болғанда ма? Иә. Дуылға ағамыз айтпақшы, ұйықтаймын. Ну, жарайды, там 4-5-6 сағат ұйықтайсың, сосын? Мен нетем, ойын ойнаймын айтпақшы. Қандай? Ноутбук сатып ағым. Қандай дейсіз ба? PUBG? Жоқ, PUBG емес.
Counter Strike. Counter Strike. Оны ана бір Есен деген ағамыз бар, композитор. Иә. Сол кісі ойнайды екен да. Иә, екеуін ойнайсыздар. Жоқ, екеуміз ойнамаймыз. Ол кісінің ойнаған бір көріп қалғанмын мен. Ол кісі жаңағыдай бол, ән жазып берем, бара бер деді да, соны кетіп баратып, бірде затымды ұмытып кетіп барсам, танкіні ұрып отыр. Сосын айттым. Сіз жаңа бос емеспін дедіңіз ғой деп. Иә. Сосын талып қалды ол кісі. Сосын айттым, мен де ойнаймын жаңағыдай. Дұрыс қой дейді да ол кісі. Неге дұрыс? Өйткені бір кісілер қиялды басқа нәрседен алғанша, дұрыс емес нәрседен қиялдағанша, біз осындай нәрсемен қиялданамыз ғой дейді. Басқа жаман затты көріп қиялдап ұшып кеткенше, осындай ноутбуктың ішіндегі әлеммен бір қиялданып алған өте дұрыс дейді. Иә. Ал басқа ойын ойнайтын да жігіттер, ол көп қой, әртүрлі этажы онлайн игра. Олар білмейді, иә, Ұлан ғасырмен ойнап отқанын. Жоқ, әрине. Айтпайсың ба? Мен балқия деп танктың ішінде. Олар да берді таңғалады, Ұлан ғасыр қами, Counter Strike деп. Келесі конкурс бізде караоке. Анау наушникті аласың. Бізде 3 ән бар, бірақ наушникте басқа ән болады. Басқа ән? Басқа. Еще ол прям громкость максимальная болсын, да? Басқа әннің текст тұрады, бірақ? Наушникте басқа ән болады. Ал сенің задание, ал сен LED экранға қарайсың и басқа әнді айтасың. Бірінші ән бізде қызыл өрік. Наушникті ки. Балқия отырғым қойшы. Өрілгендей сенің нұрлы дидарыңнан үнің көзі көрінгендей қызыл өрік сүйіп қалдым сені көріп қызыл өрік қойшы маған көңіл бөліп. Керемет. Құлағында балқия ма қазір? Балқия отырмын. Көрсеш маған. Нормально айттың ба? Нормально айттың. Ой, здесь прям балқия. Здесь прям балқия. Так, балқия у нас продолжается. Келесі ән. Ұйқым келмейді. Поехали. Әлі балқия. Қош бол деп айт, бір деме дедің. Кеттің, кетсең де күнде көремін. Ойлаймын көптен, сүйікті жұлдызымдайда. Нәрін, ау бөлмеме кіргізіп алып. Немен өлің? Ұйқым келмейді, махаббат маза бермейді. Ұйқым келмейді, балқия, Yok bitsin. Uykum gelmeydi. Men seni görgen kezde. Hadi kalaydı. Uykum görmesem tağda. Uykum gelmeydi. Bravo. Biz bu videonu жақсылап тұрып кесеміз и тиктокқа шығарамыз. Дауысы жоқ деп жазалып. Дауысы жоқ қой мынаны дейді. Үшінші ән жылтыр көйлек. Кеттік. Жылтыр көйлек. Жылтыр көйлек. Тамай сол. Отайын, даратта. Өшіп қалды. Қозды. Стоп. Қосылды.
жоқ деме көріктім сүйіктім десем, қасыма келсіз жаным ау десем, сүйіктім десем. Жылтыр көйлек жарасып үстіне құдаша мощный жайғаны сөйлеп, жаныңа барсам қалай кетеді әдемі билеп, әңгіме салсам үйтіп маған тейдеп. Жылтыр көйлек жарасып үстіне құдаша мощный жайғаны сөйлеп, жаныңа барсам қалай кетеді әдемі билеп, әңгіме салсам үйтіп маған сөйдеп. Браво! Керемет, керемет. Тональность басқа болды ма? Қиын болды ма? Тональность таппайды екенсің. Тональность мен білмеймін. Мен әнші емес. Біз осындай жақсы конкурстарды жақсы көреміз. Ұланғасыр, сен өмірде неден шаршайсың? Өмірде ма? Иә. Қазір мысалы сен дүкенге, сосын просто қалада жүріп, назардан шаршамайсың ба? Халықтың ба? Иә. Енді ондай ой келеді екен. Мысалға бір жерде 10 адам тұрса, соның 5-6-ы танып жатады ғой. Ол нәрсені енді армандадым ғой мен бала кезден. Сол нәрсеге жеткенде, бірақ бұрын бәрі бір боп, любой жерде жүре беруді аңсайды екенсің. Иә. Любой жерде, енді қазір енді бір жерде бірдеңе істеп отырсаң, мынау бүйтіп отыр деп салып жіберетін де жандар бар ғой. Сол үшін де қатты шыға да бермейсің. Неден шаршайсың ба? Одан шаршамаймын, бірақ менің шаршайтын нәрсем ойдан шаршаймын. Сонда не ойлайсың? Тыным жоқ. Ол баста тыным жоқ. Не екенін де өзім білмеймін. Ұйықтасам да тыным жоқ. Тұрсам да тыным жоқ, жатсам да білмеймін. Он сонда қандай ой? Творчество туралы или жеке өмір? Творчество басым болып кетті. Қазір мен өзі, қалай айтса болады, бүкіл әншілер солай ма екен білмеймін. Мүмкін солай шығар. Шоу-бизнестің ішінде басқа әлем ба сондай екенде, сол туралы өмір сүріп кеттім ба бірдеңе, тыным жоқ. Бүйту керек, сөйту керек, бүйту керек. Постоянно бірдеме жасау керек, иә? Ол бірақ жаман негізі, тыным жоқ болған. Ұйықтасам да түсімде де соны көрем. Білмеймін, ұйқыдан да бір... Ал басқа әншілерді көресің ба, мысалы, тик-токта, инстаграмда, олар не жасап жүр, неге аналар президентпен кездесіп жүр, мен неге болмадым деп? Жоқ, көріп отырам, тик-токтан әрине. Оны енді, сіз былай айтып отырсыз ғой, типа, қызғанасың ба деген сияқты. Конкуренция, бар ма? Конкуренция деген болу керек қой. Конкуренция болған жерде жаңағындай бір не болады, нәтиже болады. Бірақ қызғаныш жоқ, өйткені бізде өзі жаңағындай не бар, ұстаным бар тоже. Алла біреуге берген несібесін, оны ешкім тартып алмайды. Маған беріп болған нәрсесін ешкім тартып алмайды, ешқай әнші. Мен де ешқай әншіден тартып алмаймын. Тек қана еңбек ету керек, жұмыс істеу керек, жарысу керек, бірақ ол өте дұрыс. Мені неге шақырмады, мені неге бүйтті дей берсең, ол құлап кетеді екенсің негізі. Құлайсың. Одан да жұмыс істеу керек. Бірақ бір көзбен қарап тұрасың. Бір көзбен оқылай. Білмеймін, былай. Былай ма? Аналар не жасап жүр екен? Жоқ, оны әрине зерттеу керек қой. Кім не істеп жатыр, ана әнші не істеп жатыр, мына әнші не істеп жатыр, не хит болып жатыр, келесі жыл не болайын деп жатыр деген сияқты. Ол дұрыс, бірақ соны алып, меніңше тікелей соны қайталап, біреудің жасаған еңбек образын алып ап, мұртын салып ап, ән полный аранжировкасын сол сияқты істеп, олай ұрлап керек жоқ сияқты меніңше. Жаңағындай әрине бәрін қарау керек, содан шабыт алып, мен мынау бүйтіп жатыр, онда мен былай істейін деп, әрине ол еңбек етіп қалмау керек, бірақ негізі пародия жасамау керек деп ойлаймын. Слишком андай олай бір. Енді саған қарасан, сенің вообще жолын ол басқаша, ерекше, да? Образ басқаша, әндерін басқаша, сен оны түсінесің ғой, өзің білесің. Мысалы, ертең басқа әнші шықса, сен сияқты осындай әндерді айтып, образды айтып, сразу сен көресің ғой, ой, маған пародия жасап жүр деп. Ол көріп те жүр қой. Оны жаңа Қызыл Раушан шыққаннан кейін бәрі жібереді өзі.
таныстарың, мынаны қара, мынау тура сен сияқты клип түсіріп жатыр, мынау сен сияқты ән жазып жатыр, сенің сөздеріңді алып алып деген сияқты. Просто мен оларды қызғанып ондай нетпеймін. Ол дұрыс емес та просто. Одан не тапты ол? Бірінші жасап кеткен адам қалды ғой сол нәрсе. Болды. Орысша айтқанда сливки снимает первый, да? Солай шығар. Келесі конкурс болды, болған емес. Сен рас айтатын жігітсің. Батылсың ба, шыншылсың ба деген сияқты ма? Сенде екі карточкам бар, я жоқ деген. Сен сразу рас айту керексің бізге, да? Дайынсың ғой? Бөтен адамдардың көзінше жыладың ба? Бөтен адамдардың көзінше? Иә. Қайсы жоқ, қайсы ет? Қай кезде? Бала кезде ма? Ну, өмірінде. Бала кезде жылаған шығармын? Неше жасында? Енді андай бірдеңеге бір жерінде ұрып ап, жылап дүниеге келеміз ғой. Иә? Сонда жыладың? Иә. Ал тек қана, получается, бала кезінде только жыладың? Есіме түспей тұр. Енді өсе келе олай жылағың келсе де өзің ұстап тұрасың ғой. Қашан жылағың келді? Мен ба? Мен күнде жылағым келеді. Неге? Неге болғаннан кейін? Назерге екеуін ақшаны санағанда? Неге? 50 миллион ғана деп. Неге 100 миллион емес? Назерке жылайды ондай. Мен оған емес. Негізі енді адам болған соң жаңа ішінде болады ғой енді. Оны айтпай ақ қой енді. Бірақ енді жылағың келетін сәт көп болады. Сізде де болады шығар? Иә. Солай. Бірақ ұстайсың өзіңді. Жыламайсың. Андай, анау, еркек адам жыламайды дейді ғой, ол сөз өтірік. Вообще жылау керек. Психологтар айтады, жылау керек, өйткені анау эмоция шықпаса, ол бір жерде қалып қояды да, сосын жаман аурулар болады. Бір жылап алсаң, екінші жылаймай қаласың ғой, жаңағындай неге жылаймай қалдым деп. Да. Сонда шығып кетіп тұр ғой сонда. Келесі сұрақ. Бұрынғы қыздарына жаздың ба? Бұрынғы қыздар ма? Иә, WhatsApp-қа мысалы. Қашан? Сәлем деп. Білмеймін. 3-4-5 жылдың ішінде. Ой, ешқашан. Мен что-то я не верю, не верится. Обычно бұрынғы жігіттер обычно жазады ғой, сәлем деп. Бұрындар бей жазған шығар, бірақ әнші болғылы жазған жоқпын. Типа мен уже әншімін, мен жазбаймын деп, да? Әнші жоқ деп қай бетіңді жазасың? Бұрында жаздың, да? Қайта емес, мен жазған кез болған шығар. Болды, е? Болды, е? Обычно қарым-қатынас болады, иә, содан кейін, мысалы, айырылысасыңдар, содан кейін енді былай кішкене есіне түседі сол адам, сен жазасың, сәлем, қалайсың деп. Жоқ, ол көбінесе мен жаңағы я деп отырып, я дедім бе мен, жоқ дедім, жоқ дедім, бәсе. Жоқ, негізі... Рас айту керек. Жоқ, негізі жоқ. Жаңа неге жоқ деп отырсам, өздері жазып тұр маған, бәсе. Олар қазір жазып жатыр, иә? Қазір өсі жазады, иә. Сәлем, қалайсың деп. Сосын сен оларға ответ бермейсің, или блокқа сразу? Блокқа тықпаймын. Жай оқисың да, сосын жабасың. Қазір шын айтсам, ол ответ береді, жаңа қол тимей ма өзі сондай. Өзі даже достарым өзі реніп жүреді, неге телефон алмайсың деп. Ол енді қол тимейді десең, сенбейді. Иә. Сотканы енді бәріміз ұстап жүреміз ғой, қалай сенің қолың тимей қалады деп. Шынымен де бір көрмей қаласың ба, сондай болады енді. Қыз түгіл жігітке де нетпей жүрік. Жақсы. Келесі сұрақ. Отельде бірдеме ұрладың ба? Отельде? Иә. Тәпішке, сосын анау кішкене. Гостиницада ма? Гостиницада. Зубная паста. Жоқ. Зубная щетка. Тарақ. Зубная щетка мынадан итак. Алып, ұмытып кете береміз, алып ұмытып кете береміз. Тәпішке ше? Жоқ. Ешқашан? Тәпішке? Иә. Анау күні Мальдивке барып кепсің ғой. Әдемі отельде, сол жерде бірдеме. Халат. Полотенце. Жоқ, мен қазір жоқ дейін десем, бір шығарайын деп отқан сияқтысыздар ғой. Жоқ, ұрлаған жоқпын, бірақ мен байқамай алып кетіп,
болмаса білмеймін. Байқамай вот соны, байқамай нені алып кеттің? Есімде жоқ сол. Иә? Негізі жоқ. Жоқ. Иә. Бірақ ойладым ба, бұл тәпішкені алып кетсем бе, алып кетпесем бе деп. Негізі мен ондай нәрсе қызықпаймын. Негізі Назерке қызығады көбінесе. Иә. Назерке постоянно ұрлайды, иә сонда? Жоқ, ұрламайды, бірақ мен мұнан алып кетемін. Мынау маған ұнап қалды деп. Сондай бар, айтады. Маған ұнап қалады, андай апартамент, отельдарға тоқталамыз ғой, сонда бір полотенце, бір нәрселерді көремін да, түф, мынау маған ұнап қалды, алып кетсем ба деймін, сосын ойланам, бұл дұрыс емес екен, ладно, қалдырып кетемін деп. Қимай қалдырып кетемін негізі. Хорошо. Келесі сұрақ. Өз концертіне кешігіп келдің бе? Өз концертіме? Иә. Иә шығар. Қалай сонда? Иә шығар. Өз концертіме? Иә. Ұйықтап қалдың ба? Болды ғой, иә? Жоқ, кешіккенде кешігіп халықты күттіртіп болған жоқ. Халықта келіп атты, мен де келдім, сондай болды. Прям параллельно. Иә. Жоқ екен ғой. Ешқашан болған жоқ па, Назерке? Жоқ. Ондай болған жоқ, халықты күттіртіп. Ұлан ғасырда келеді, сразу сахнаға шығарам, болды. Немесе ерте келеміз. Немесе ерте келеміз, дайындаламыз. Біз енді вот 2 съемкаға сендерді шақырдық, вот прям тура келесіңдер ғой. Негізі барлық жерде уақытынан жарты сағат 20 минутқа ерте жүруге тырысамыз. Вообще, Ұлан ғасырдың дисциплинасы қалай? Жақсы ма? По-моему, жақсы емес. Уақытылы келіп жүрген осы Назерке ханымның арқасы ол енді. Мен жаңағыдай ұйықтаймын. Сенде вообще пунктуальность бар ма? Пунктуальность деген. Үнемі бірге жүргенсің, пунктуальность бар. Уақытымен жүресің ба? Мысалы, допустим, саған достар айтады, давай сағат 8-де жиналайық деп. Сен 8-де или 10-да келесің? Уақытымен жүргім келеді. Уақытымен жүретін кез болып қалады. Бірақ ана өзі Алматыдан пробка деген масқара екен ғой. Пробка ұстайды. Короче, 8-де шақырса, сен 10-да келесің, да? Отырыстарға солай шығар, бірақ той, концертке олай емес. Жұмысқа прям обязательно ровно келесің, да? Иә. Молодец. Соңғы 2-3 жылда төбелестің бе? Так. Рас айту керек. Осыдан, нешінші ай? Қазір айтамын. 4 ай бұрын төбелескім. 4 ай бұрын? Так, кіммен? Кіммен деген айтпай ақ қойын, болады қазір. Одан енді достастық кіммен? Жоқ, әнші емес. Дос. Дос емес. Дұшпан. Дұшпан емес. Просто келе жатқан адам. Просто адам, обычный. Обычный, танитын адам. Танитын адам. Не деді ол соған? Сонда неге төбелес бастап кетті? Сөзін көтеремей қалдым просто. Енді өзі бір нәрсеге ашуланып тұрғам сол кезде болды. Сосын сен бірінші ұрдың ба? Иә, сондай болды. Кім жеңді? Мен. Жоқ, ол жерде енді анандай кәдімгідей болып бір жеңіп ондай емес, төбелес болды, ажыратып алып кетеді ғой негізі. Біреу хотя бы видеоға түсірді ма? Жоқ. Жоқ? Түсірген жоқпыз, өйткені ол төбелеседі деген ешқандай бізде күтпеген жағдай болды. Алдын ала төбелеседі түсіру керек болшы. Тем более ол жерде барлығы өзіміздің жанашыр, жақын деген адамдарымыз ғана болды. Ол біреуіміз ондай қиянат жасамайды. Жоқ, ол түсіргенде де мақтанатын нәрсе емес қой ол. Біреу төбелесіп жатыр деп салу ол. В общем, сенде мінез бар. Саған біреу бірдеме айтса, сен сразу төбелесесің, получается. Жоқ. Мінез бар, бірақ қалай айтса болады. Просто жассың ғой, поэтому. Иә, содан шығар, бірақ 40-та уже төбелеспейсің. Мінезімді жақсы сартқым келеді. Қызуғанды ғой негізі олың. Көркем мінезді болғым келеді негізі. Қазір сол Рамазан айында сұрап жүрмін Алладан. Көркем мінезге ештеңе жетпейді ғой негізі. То есть сабырлықты да, сабырлық керек, иә, саған? Мен олай ойлаған жоқпын, честно говоря. Бұл сұрақты қойғанда мен ойладым, сен жоқ дейсің. А оказывается, 4 ай бұрын төбелесіпсің. Келесі сұрақ. Только рас айту керек. Қазір Рамазан айы, иә? Біреу туралы өсек айттың ба? Өмірінде? Өсекті, так, мына екеуі де былай істейік. Айтып қоямыз ғой. Енді өсек дегенде андай болып естіледі ғой, бір ауылда бір андай.
апаларымыз бірдеңе өсек деп, олай өсек демейміз ғой енді, бірақ біреуде жамандаудың өзі өсек қой негізі. Иә. Жамандағанда да андай, яғни бүйтіпті ғой, естідің ба? Деген сияқты болсын ол. Мен жоқ айтқан жоқпын деп айта алмаймын. Ол пенде болғаннан кейін айтып қаласың. Бірақ енді үйтіп бір андай бір өсекшілердің қатарынан емеспін. Мысалы, бір өсекті естіп, да, сосын жүгірмейсің ба? Назерке білесің ба деп. Мен жаңа ғана естідім деп. Мен солай істеймін. Назерке солай істейді, иә? Сосын Назерке саған келеді, білесің ба, сосын Ұланғасыр осындай өсекті естідім. Сосын басқа біреулерге звондап таратпайсың ба сол өсекті? Жоқ. Жоқ, біздің өсегіміз арамызда ғана қалады ғой. Екеуін өсектейсіңдер да, шай ішіп, жақсылап тұрып. Сыр деген нәрсе де болады ғой, мысалға біреу саған айтады, ол нәрсені енді ешкімге айтуға болмайды. Сенде сырларың бар ғой. Сыр жетеді. Маған негізі көп адам сырын айтқан. Көп емес енді. Достарым арасында деген сияқты. Әншілер? Әнші дейсіз ба? Иә. Әншілермен мен ондай сыр айтатындай араласпаймын. Ешқайсысымен. Прямо жан достарың жоқ қой, иә? Әншілердің арасында. Не только әнші, мен класстастарым ішінде де жан дос біреу ғана. Біреу-ақ? Кім ол? Әділет деген. Әділет. Сол Әділетпен давайте кездесіп. Сырым деген бар. Сырым, да? Әділет пен сырымды біз тауып алып, солармен как раз сөйлесейік жақсылап тұрып. Сырларын бәрін біледі, иә, құпияларын? Иә. Ну, хорошо. Біз... Айтпайды ғой? Мы журналисты. Жоқ, олар айтпайды. Айтпайды сізге. Айтпайды? Олар айтса, мен де айтып қойым оларды. Ал өзің туралы өсек естігенде, не деп ойлайсың? Өзім туралы ма? Иә. Болған сондайлар, иә. Бірақ қазір үйреніп келе жатырмын. Жаңағы, енді біз жаңағы шоу-бизнесте бұрыннан жүрген жоқпыз, топ етіп, жаңағы 23 жасқа келгенде бірден енді жаңағы әндер шығып кеткен жоқ, оның бәрі еңбекпен келді, бірақ бүйтіп айтыс жақтан жүріп, Назерке вообще археолог болып жүріп, бүйтіп кіріп кетті ғой шоу-бизнесқа. Содан кейін басында бізге қиын болды. Жаңағы біз өзіміз жайлы өсек есту, сын пікір деген сияқты. Қазір үйреніп кеттім. Ол өсек деген мынандай нәрсе ғой. Өсектің 100 түрі бар ғой. Шындығы бар. Шындығын ешкім білмейді, бірақ өздері құрап алады. Мен сізге өсек айтам, сіз оны қосып Назерке айтасыз. Ой, мен жақсылап қосам. Иә, Назерке оны монтаждайды да біреу айтады. Аямай прям. Сол үшін де мен оны нетпеймін. Өйткені өтірік қой. Иә. Олай емес. Иә. Сол үшін де оны мән бермеймін. Сынға қалай вот мысалы сен ойын? Ойым жақсы. Оқисың. Оқимын. Подписчиктер жазады, иә? Неге былай киінесің, неге осындай әнді айтасың, кеңес береді олар. Сен сосын оларға не дейсің? Мен басында анау жаңағы 90 болып шыққан кезде жазған. Неменен мынау мұрт сауап, бірдеңе, шал, анау-мынау. Шашын өсіріп. Иә, шашу кезде нормальдың. Сол шаштың өзіне тиісті. Ой, жарайттың. Енді кішкене жас бала сияқты киініп алсам, бұған айтады, немене қыз сияқты шашыңды өсіріп алып, немене анау бірдеңе. В общем, түсіндім. Не айтсаң да ол хит деген қалмайтынын түсіндім. Содан кейін оған да мән бермеймін, бірақ кейде жауап беріп қалам. Прямой эфир кіріп отқанда жазады ғой, неше түрлі. Жауап берем. Ал мысалға біреу хит боқауыз бірдеңе жазып отыр. Мен оған жауап берсем, бәрі жазып кетеді. Ей, немен өзінше өкіп кеттім деп. Мен түсінбей қалам. Енді ол маған боқтап отқанда мен оған боқтамаймын ба? Иә. Сен оған просто должен рахмет деп айтуға и эфирден шығып кетуге. Сол жақ қиын. Бір нәрсе тауып алып айтпақшы. Онымен боқтасып отыруының қажеті жоқ, оны блокқа тығызау керек. Иә. Сол дұрыс екен ғой, ең дұрысы. Зато сен анау боқтасаң тікелей эфирде, ол сосын анау пабликтерде, тиктоктер. Одан сайын өсек болады. Зато хейт ол всегда про популярность. Иә. Хейт болмаса тоже неинтересно, да? Рейдқа шығып кетесің хейттің арқасында. Рахмет айтпақшы. Көріп отқан жандар болса, хейт жазған. Хейтерлерге рахмет, да? Хейтерлерге рахмет, иә. Ұланғасыр, саған үлкен рахмет. Менің білуімше, бүгін бізде тұсаукесер болады, өйткені сен жаңа әнді жазыпсың. Шаруам жоқ деген ән. Сондай ән шаруам жоқ деген заявка сияқты ғой. Типа, мне нет дела до вас. Как будто хейтерлерге арналған ән емес пе? Хейтерлерге арналған негізі. Өтте жақсы жаздық. Сөзін жаңа Мирас ағамызға айтып осыны. Бірақ әркім мысалға оны шаруам жоқты тыңдаған адам мені ойлап тыңдап жүрмейді ғой. Ол
осы жерде отқан баршаңыздың да сондай бір ойларыңыз бар ғой. Өмірде жаңа сіздерді де көре алмайтын жандар кездесіп жатады. Иә. Сол кезде бір мен шығармам жоқ деп бір тыңдауға күшті әнді, статусқа кетіп қалатын әндер ғой, андай бір. Рилсқа. Иә, рилсқа. Сондай ән. Барша адамның бір ешкімде шаруасы болмасын, өз өмірін сүрсін деген. Бұл әнді енді бізге сыйлайсың ғой бүгін. Сыйлайын. Тұсаукесер, Ұланғасыр Қами. Тығылып телефонның әр жағына, біреудің салмағына, біреудің талғамына. Сын айтып отырасың жан жағыңа, кешігіп қалмадың ба өзіңнің арманыңа. Ешкімде менің шаруам жоқ, себебі менде арман көп. Сынағандарға сынып қалғам жоқ. Таңдасаң дұрыс жолдар көп, аттама босқа ардан көп. Жалған өмірде қалма, жалған боп, жалған боп, жалған боп. Күлкі қылып шалынғанын, жолынан жаңылғанын, талқыға салынғанын. Сөз қылып жүрген кезде бәрін алыстап бауырларың, қалады жаныңда кім? Ешкімде менің шаруам жоқ, себебі менде арман көп. Сынағандарға сынып қалғам жоқ. Таңдасаң дұрыс жолдар көп, аттама босқа ардан көп. Жалған өмірде қалма, жалған боп, жалған боп, жалған боп. Ешкімде менің шаруам жоқ, себебі менде арман көп. Сынағандарға сынып қалғам жоқ. Таңдасаң дұрыс жолдар көп, аттама босқа ардан көп.